Төсек теңестірген қосағына 20 жылда бұлай жағымпазданып көрмеп еді. Қол-қолына жұқпай, дастарханды әп-сәтте жайнатып жіберді. Күнде шығара бермейтін тоңазытқыштың күрегейінде тұрған сары майды да тәрелкеге толтырып алдына қойды. Қара табаға шыжғырып пирожки пісірді. Онан шыққан түтінді терезені ашып бөлмені таза ауамен біраз желдетті де имене басып кеп, шай дайын деді. Күйеуі әдеттегінше сақалын сабындап алып ең арзан Калина красная әтірін дәу алақанын шұңқырымен бір көсіп ап, екі бетін кезек сипады. Сосын ескі мәнеріне сап, екі бөлмеге жалтақтап басын сығып, біреу бірдеңені алып кетті ме дегендей бір қарап ап, ас үйге кірді. Қарауыл десе, қарауыл осы әдеті қашан қояр екен. Шай қимаққа дайындалған, жұбайы асығып аптығып тұр. Қарауыл боп кеткенін ғой. Күйеуі жайнап тұрған таңғы дастарханды көріп, «Оу, қатын, бүгін жаңа жылма жайнатып жіберіпсің ғой» деді. Мұртынан күліп, ләззат дір ете қалды. «Терезені тағы ашып алайын ба, әлде осы бола ма?» деді. Күйеуінің алдында оқушыдай кібіртіктеп. «Болады. Пирожки пісіріп едім, бүгін кезекке баратын күнің ғой». «Болады, иістің бәрін бір ашқанда ақ айдап шығады біздің қатын», деп жабулы терезені тұтқасын оң қолымен төмен тартып, тағы бір қатайтып қойды. «Қарауылдығын қалмайды, өмір бойы кеткенін ғой» деді ләззат іштей ыза болып. «Сүтпен ішесің бе? Қолдың сүті?» Есіктің алдына әкеліп сатты. «О, су сұраса сүт берген, айран бергенде» күйеуі өлендетіп жіберді. «Бәріне үлгеріпсің ғой». Жұбайы төмен қараған күйі жауапсыз қалды. «Өлен сенің не тенің?» деді іштей ыза боп. «Онда шерінді ішіп тезірек қарауылдығына кетпейсің бе?» Ол ыстық кесені қолына алып, ыстық пирожкиден бір тістеді. Жұбайының бойынан бір діріл зу етіп, сонан кейін ғана көңілін демдеді. Бірақ бетін бұрып қарай алмады. Сабақ айтатын бастауыштың баласындай тік тұр. «Отырсайыншы, қатын, шайын ыстық, құманым бұқылдап тұр. Неге қорқып тұрсың?» дегенде ғана мұнтаздай таза ақ шәйнектің сол жағына ала тізесін бүкті. Әдетте бірақ кесе ішетін дөң күйеуі шайқор боп кетті. Майлы пирожкині төмен айдаған түрі шығар. «Сен үшін тағы бір кесе» дедім. Күстене бастаған күректей алақанымен шүңет кесені түбінен аялай ұстап. «Мейірленген түрі ғой сорлының, онан да жұмысына тезірек кетсенші». «Ол болдым» деп күректей алақанымен дөңгелеген кесенің бетін жапты. Шай кесе көрінбей қалды. Жуан дауыс қанағат дегенде әйелі тағы да дір етіп орнынан атып тұрды. «Қорқақ боп кеткенсің бе?» деді 20 жылдан бергі жансергі үстел басынан қозғала бергенде. Иығына қолын салып, жұбайын біртүрлі жақсы көріп кетті. Ол болса, денесін алып, қашып тартыншақтай бердім. «Мен қаштым. Үкімет жұмысы күтіп тұр» деп үстіне жеңі түте-түте ескі курткасын ілгенде, «Осыны бір ауыстыру керек еді» деген жолаушы ой әйелінің көкірегін осып өтті. «Барғансын үкіметтің киімін ауыстырады ғой, аэропорттың қоқымын не үшін жинап жүрсің» деген ызамен есіктен шығып бара жатқан өмірлік серігінің арқасына қарады. Жалпақ жауырыннан көз алмай тұрып, «Осыны қайдан таптым екен» деп өкінді. «Өзім ғой, мені ешкім зорлаған жоқ. Бір жерден біз дегенсін құлай кеттім. Жаманкөлден басқа адам
болса жанымды алатындай көрінді деп өзін өзі жазғыра бастады. Бака, деді жалт бұрылып, бұл ерінін тыртитып болар-болмас басын изеді. Орысшасының түрін, қап-қаралының ағаш есік сарт жабылды. Ол арғы бетте, бұл бергі бетте қалды. Сорлы, деді ішінен. Қосағынан туған екі қызы бар. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүруде. Ол әуежайдың қарауылы, өзі байланыс министрлігінің кеңсе жабдықтары бөлімінде қызмет істейді. Қарап тұрса өзінікі де қара жұмыс. Оған күлетін түрім жоқ. Оның айлығы менікінен 2 есе көп. Сияқысы да бар. Менікі министрлік деген аты болмаса, еден жуғыштан сәл-ақ жоғары тұрамын. Сол жердің қара жұмысының бәрін өзім істеймін. Сәнденіп жүргенім болмаса, осы сән маған не керек, дедім. Айна алдына қалай барғанын білмей қалды. Бірақ өз бейнесіне өзі тамсанып, үлгермей ытқып балконға шықты. Жүргінші жолында бәрінің үстінен қарап, ойшан біреу кетіп барады. Ол өзінің қосағы сорлы, деді іштей балағаттап. Кері бұрылып айна алдына кеп, құлағына мөлт-мөлт еткен, сақтап жүрген сырғасын таға бергенде, саусағы дір етіп, асыл тас аяқ астына түсті. Құдай, құлақты да шыңшитып бергенін қарашы. Осы сәндеу маған неменеге керек, деп жерде мөлтілдеп жатқан сырғаны белін әрен бүгіп қолына алды. Бұны да туған күнімде сыйлаған анау сорлы ғой, деп күйеуін күз танылады. Жоқ, тағайын, сырға сұлулық сыйлайды, деп бітеле бастаған құлақтың тесігіне иненің ұшын кіргізіп жібергенде тұрған орнынан ыршып кетті. Терісі ауырғанмен жан денесі жай тапты. Бітеліп қапты, көптен тақпағандікі ғой. Бітелсе енді ашылады, деді. Қытымыр көңілмен үстіне ең әдемісін ілді. Осы мен кімнен кеммін? Әдемі жіберектің әсермен көкірегі оттай жанып бір мақтаныш сезімнен жер баса алмай алып ұшты. Тігінен тұрған сопақ айнаның алдына қайта-қайта бардым. Қырынан тұрып, денесін қол тигізіп, айнадағы келбетіне сүзілді. Алақанмен бөксесін сипады. Ешкімнен кем емеспін. Осы бөксе қоймаған, бөтен еркекті ынтықып қойған, деп енді өмірде кездескен екінші адамның қылықтарын ой елегінен өткізе бастады. Бойы бір тұтам, бірақ сөзі нық. Жиналыста бәрін жеп қоя жаздайды. Бәрі осының сөзін тоқтайды. Пысықақ, өзінің тікелей бағытын бастығы да сол. Енді мені жеп қоятын шығар, деп миығы тартып, екі көзі оттай жанған қимылы шалт тапал жігітті көргенше асықты. Өзі сөзге шебер-ақ, қисық сөздің түбін түсіреді. Жаңа жылға таяу жаңа күндізбе қаламмен жеке қойын кітапшаларын таратып, есігін жаймен тық шерткенде кіріңіз деген сергек дауыс естілді. Күнде көріп жүрсе де есіктен именек аттанды. Мұнтаздай таза бөлме мен түкпірдегі телевизор, диван мен кресло көзіне жұмсақ көрініп, көңіліне майдай жақты. Жанары шарайдай жанып ойнақшып тұр екен. Алдында шай, орта томпиған шайнектен бір кесе шай құйды. Мен қиямын ғой, деді қолын созып. Үй менікі, мен қияйын. Я солай ғой, деп кеңсе заттарын алдындағы туралы тізімді алдына қойып. Мына тұсқа қол қойыңыз, деді күбірлеп. 37 жыл болса бас кетеді ғой, деді ол жұп-жұқа алақанына ілігіп тұрған нәзік сақсақтары бүлкілдеп. Қандай кішкентай алақан, деп таң қалды. Біздің үйдегі үстінен басқанда шай кесе жоқ боп кетеді. Сырты бұжыр-бұжыр жалпақ алақанды көз алдына әкелді. Ол қол тигізсе бұның түгі қалмайды. Солай, ол далада, бұл үйден. Ол күрек, бұл қалам ұстайды. Мә, деді тізімді өзіне ұсынып. Бұл қап-қалың журналды қайтып алды да, неге 37
жылды еске алды екен деп бір піспеген ой басына да дік ете қалды. Әйтеуір 37-нің жақсы нәрсе еместігін біледі. Сол кездері ата-бабасы Қытайға қашқанда бұлар бергі бетті сағалап елде қалған екен. Жаңа жылдың алдында екеуі боп шай ішейік деді бастағы. Кішкентай тәрелкеге былжыраған торттан салып суып бара жатқан шайының үстіне томпақ шәйнекті еңкейтіп сыздықтатып су тамызды. Менің де бір дәм татсайшы. Я деп бір ұрттады. Суып қалған қызыл су еріне мұздай боп тиіп, салқын әсер тұла бойынан жүгіріп өтті. Осыны да шай деп ішіп отырма? Ләззат служебный романды көріп пе едің, деді күлімсірей қарап. Ештеңе түсіне алмады. Күлімдеген қос жанар тұла бойын ішіп жеп барады. Қазақшасы келсе махаббаты. Екеуміз сонымен айналсайық. Кімнен кембіз? Ескі жолды жібермей. Басын көтере алмады. Мәскеудің бір есеп кеңсесіндегі бастығы мен бағыныштының махаббаты туралы кино бар болатын. Орысша онша түсіне қоймады. Бәрі өтірік боп көрінеді. Еміс-еміс бірдеңе көз алдынан мұлдырап өтіп жатты. Я, музыкасы жақсы, деді білетін адамдай боп көрініп. Сондай музыка бізде де бар. Екі күннен кейін дәл осы уақытта маған кел. Жауабынды бер. Күтем деген кезде орнынан көтеріле беріп еді. Шайынды таусайшы, бұл шай ішудің басы, деді түсін суыта сөйлеп. Рахмет деп папкесін ұстап боз кілемді басып жүре берді. Артымнан қарап тұр. Менің тостағандай төнкелген бүксемнен көзін алмай тұр. Өзімде сезетінмін деген бір әйелдік мақтаныш сезімі өн бойын буынап барады. Күтем, деді. Дардай басымен мені күтеді ғой сонда. Бұл әлем өзгеріп басқа бір әлемге мойынсынғандай буландырыланып бара жатты. Әшейінде маң басатын әйел еденді тесіп жіберердей тық-тық басып тез жүрді. Үйге келген бетте үлкен қызды азық-түлікке жұмсап, тамақтың түр-түрін алғызды. Бойжетіп қалған қызы да таң қалды. Мама, туған күніңіз сияқты дайындалып жатырсыз ғой, деді риясыз күлімсіреп. Әкең жұмыстан шаршап келеді. Ыстық ішсін, күнде қуырған картоп пен макарон, кеспе көже жасайық, деп қолы да бойы да жеңілдеп екі бөлмеде алып ұшып жүріп алды. 2 күннен кейін басқарма бастығы белгіленген уақытта алдына келді. Ләзка, ойладың ба? Деді жеп-жеңіл сөйлеп, атын орысша атағанда мырс ете қалды. Өмірі естіп ешкім айтпапты. Қатын деген күйеуінің бұраңғандай шықыр даусы да құлағына қабат естілді. Қайтсын, ол да жақсы көріп кеткенде айтатын шығар деп тұрып қалды. Сол сәт. Онда ертең сенбі бізде үкіметтің берген демалысын жаңаша өткізейік. Өзің қай жерде тұрасың? Интернациональный Шевченкода. Онда сағат 11-де сол жерде күтем. Аялдаман қалай аталады? Интернациональный. Онда как раз интернационалімізге біраз үлес қосайық. Қазақша қосайық. Бұл сөзге түсінбесе де басын изей берді. Күтем, деді ең соңында. Келіншек келіскендей үнсіз теріс айналды. Тағы да ту сыртынан қарап тұр. Осындай бөкселігіп туған анама мында бір рахмет деп жеңі басып бара жатты. Күні бойы көңілді жүрді. Өзінің тиын сөйлейтіні қабылдау бөлмесіндегі қол аяғы жеңіл кішкене қыз бен қара машинканы қадалып отырып басатын саусақтар беріш боп кеткен әйел өзінің байқамайтыны жоқ. Жан сарайындағы жеңілдікті сезіп қалыпты. Көңілдесін ғой, байын индийский киноға апарам деп жүрме? Деді 42 әріпке қадалып
саусақтары билеп тұрған ені мен көлденеңі бірдей бұлшиған әйел. Әшейінде алдындағы мягкий знак пен твердый знакқа әріп деп қарамаса, бұған да солай қарайтын. Апарып бітті ғой, әйтеуір киноға баратын адам сияқтысын. Үндеген жоқ. Машинкаға басылған қағаздардың 2 данасын түгендеп алды да шығып кетті. 2 дана адамды да 2 дана қағаз секілді ортасына қара қағаз салып бастады. Қара қағаз қалың кезде әріп де анық түседі. Шығарғанда дей бергенде ойын тағы да бұлшиған әйел бұзып жіберді. Ұзын дәлізде кесе көлденең тұр. Солай деді кексінмен. Бұл өн бойы дір-дір етіп, ең соңғы бетін арасына жабысып қалған қара қағазды тырнағымен түртпектей берді. Тастап кет қара қағазды деп бұйыра сөйлеп қолын созды. Быртиған саусақтарын қып-қызыл қып бояп алыпты. Жетісіп қапсын. Екінші құлағына да көздей сырғаны әрен тақты. Екеуі бірдей бітеліп қалмаған шығар. Өзінше бұра тартқан болды. Бағана гүжбандай күйеуі есіктің тарс жапқаннан кейін жан денесі жеңілдеп қалды. Өзін еркін сезініп, еркін ойланды. Есік айнаны алдына барып, өз бейнесіне өзі сүйсіне қарады. Жұрттан кемін бе, қол-аяғым балғадай, жастықтай жалпақ бөксем бүлк-бүлк етеді. Болмысына риза болған 30-дан енді асқан әйел айналаға қарап тұрып, өзіне де өмірге де осылай баға берді. Есік тарс жабылды. 1 сағат бұрын мамырлап еркек шыққан есіктен қолда-аяққа тұрмай әйел шықты. Аптығып жүріп, есікті құлыптауды ұмытып кетіпті. Бір тепкеншек төмен түсіп, қайта бұрылып, салбыраған кілттің ұшын көздей тесікке дір-дір етіп, әрен кіргізіп, бұжыр темірді қытырлатып, 2 бұрады. Сосын бір нәрсем қалып қойған жоқ па екен деп темір есіктің дәл ортасындағы дөңгелек тесіктен бір көзін қысып тұрып, біраз шұқшиды. Ұзын дәлізде терезені ашқанда кіріп кеткен қоңыр көбелек лып етіп, бір жерге қона алмай жүр екен. Жүре бер, келгенсін шығарамыз деп, өз-өзінен қуанып, жалт бұрылып, асығып, аптығып төмен түсе берді. Қайтып келгенсін қосағына қызыл шайды қою ғып, дайындап палау пісірді. Еттің орнына мөлдіретіп қара мейіз қосты. Енесі байғұс айтулы күндерде осылай дайындап, қазаннан оты аямай, жеген адамның тәбетін ашып, риза қылатын. Сонан қалған сарқыт қой, менікі де айтулы күн ғой, деп өзін-өзі келеке қыла бергенде, есіктің құлпы шақыр-шұқыр бұралып, гүбәжадай боп күйеуі кіріп келді. Сұрап берген шай дайын, деді алдына шығып. Күйеуінің өзіне ішіп-жеп қараған тұңғиық көзімен беттесе алмай, ас үйден атқып шықты да, кең залда телевизор көріп отырған қызына: «Әкенің шайын берші, мен кір жуып тастайын», деді қипақтап. Қызы дайын тамақты буын бұрқырата түсіріп, бір күн әуежайды күзетіп келген әкесінің алдына бір табақ палау қойды. «Шешен қайда?» деді, күнұзақ көрмеген жұбайын іздеп, айналасына аңсаған көңілімен бір қарап ап. «Кір жуып жатыр. Санитарный день», деді орысша араластыра сөйлеп. «Қара мейіз қосыпты ғой. Апам анда-санда өстіп пісіруші еді». Ол да шешесін еске алып, ақ қырыштың арасынан ноқат-ноқат боп көрініп тұрған қара мейізді қасық ұшымен түртіп алып, майлы палаудан қарбыта асады. Ләззат болса белі бүгіліп. «Осы кір жуатын мәшинеге қолымыз жетпей-ақ қойды ғой», деп тіршіліктің таусылмас қиқайына беріліп тұрып, өмірді бір сыбап алды да, өзін күйеуімен бетпе-бет келуден
құтқарған осы тұрысына риза болды. Бұл жолы кірді ұзақ жуды. Бір сығатын нәрсені нәзік алақанымен екі сығып тұрып алды. Сөйтіп кірден тазарып жеңілдеп бір керсен жуылған киім-кешекті әрен көтеріп балконға шыға бергенде палауға тойған кеуделі еркекпен бетпе-бет келіп қап бетіне қарай алмады. Қара мейіз қосып істепсін ғой палауды, өзбектің канизактарына ұқсап кетпе деп ыржын күлді. О, сорлы, нені жетісіп күлесің деп тағы да еркегін күсталанды. Сен жақсы болсан мен деп жытыр ой жылымын ете қалғанда, енді өзбечканың шай көйлегін кисен деген өгіздей өңкиген еркектің гүр-гүр еткен күлкісін естіп қалды. Көз қиығын салғанда өзіне өзі риза боп, езуі жиырылып, қарнын сипаған күйеуін көрді. Ол диванға қырынан жатып ап, телевизор тамашалады. Бұл бір кесе жуылған кірді балконға жайып болып ер азаматтың үстінен басып өтіп жатып бөлмеге келіп жантайды. Осы менің байымның жұрттан қай жері кем деп 20 жыл отасқан серігінің болмысын ақтай бастады. Дене десең дене бар. Дауысы гүрілдеп жер жарады. Тек сауаты аз, жоғары білімі жоқ, өзіме тең. Дегенмен әйелдік пейіл өзі бір саты жоғары қойып, етегі желпілдеп кетті. Ал бардым көрдім жоғары білімдіні. Сонда не болды? Несі артық менің байымнан? Деп бір сәт аузын ашып антарылып қалды да көңілдесін көз алдына әкелді. Түк салмағы жоқ. Еркек деген жаншып жіберу керек қой. Қимылы шалт екен. Шағын адамдар шалт болады деп оның да бойынан жақсылық іздей бастады. Әйтеуір адамды тартып тұратын бір мәселе бар деп көңілдесін көргісі кеп кетті. Жұмыс күні тезірек басталса екен деп дүйсенбіні күтті. Арнайы бармаса да дүйсенбідегі 5 минуттық беймаза бас қосуда бөлмесіне кіреді. Бетіне қараймын алып қой деген жіңішкелеу шыққан әуезді дауыспен өзім сидам саусақпен шымшып ұстап құйған Белый айс деген сыртында тырнаның қалықтаған суреті бар қып-қызыл коньяк қорабы, айқыш-ұйқыш гуілмен көмкерілген тәтті торт келді көз алдын. Келесі жолы да осылай болар ма екен? Әй қайдам, еркектер бір-ақ рет шабады дейді ғой. Біз сорлы ғой, дәметіп дір-дір етіп тұратын деп енді өсіне сорлыға тенеді. Түнілді де қайта тірілді. Жолай кездескен екінші еркегін көргісі кеп алабырта бастады. Сол сәт өмірге енді ғана ене бастаған ұялы телефон шыр еткенде селкете қалды. Қорқақ боп кетіпсің ғой, деді есіктен қарап тұрған күйеуі. Бұл шұғыл телефонын түртиген қызылын басты. Менен батыр ешкім жоқ, деді іштей ызаға булығып. Қосағына көз атысымен де қарай алмады. Дөңбекшіген әйел екі адамдық керуетте не тұрарын, не жатарын білмей аударылып күтөңгеріле берді. Езуі ыржиып қарап тұрған терісі кең азаматтың ай маңдайынан өзіне ғана түсінікті жазуды оқыды. Пешенеме жазылғаны да, кері бұрылғанда жалпақ жауырынан да шимай жазулар көрініп бара жатты. Маған бір жазымыш адам жазған екен дегенді көз қиығы шалып қалды. Еркегі көгілдір экрандағы әншілермен көз алдап отыр. Әйелі дүйсенбіні күтіп дөңбекшіп жатыр.